Бір түнгі күні. Авторы Ақнабат Айтуова. Асқардың жасы 30-дан асты. Соңғы уақытта қызмет жасап, жанын қинап жұмыс жасамады. Басын ауыртып мәселе шешпеді. Бірақ әкесінің кәсібін жалғастырушы компанияны ұстап қалады деп сенім білдірген, үміттеніп отырғаны осы бала еді. Бірақ әзірге компания үшін де бас ауыртып балтырын сыздататын басқалар еді. Анығын айтқанда, әкесі мен күйеу баласы біріккенде ғана істі жандандырып жүр. Асқар мектепті өте жақсы оқыды, мінезі де тым бұйық емес болатын. Университетке түсіп, қызыл дипломын аяқтады. Өз ісіне тастай берік адам болатындай тым жақсы азамат болып өсіп келе жатты. Қазіргі қателіктер мен сәтсіз істер үшін әкесінің кешіретіні де осы жастық шақтағы жетістіктер еді. Жай жолы болмай жүр, әлі-ақ сәті түсер, бір жағымды алып жүрер деп өзін тоқтататын. Бірақ әзірге мақтауға тұрарлық бір сәтті келісім шартта жүргізбеді. Сатылым бөлімінің де мамандарын шашыратып алды. Жаңа жобаларға тіптен жоламады да. Тек үлескер ретінде ілініп салынып әйтеуір уақытын өткізіп жүрді. Әкесінің бұлай жалғаса берсе, компания құрдымға кетеді, барлығы талан-таражға түседі-ау деген уайымы да болды. Бұл баланың өзін тастап жіберуіне не себеп, неге жұмыс жасауға құлқы жоқ? Келіншегінің кеткеніне де біраз жылдар өтіпті. Бірақ бұл одан да бұрын өзін қажап тастап еді. Қай жерде не байқамай қалдым, нені уысымнан шығарып алдым. Баламның мәселесі менің мәселем. Оны қалай шешем деп, әкесі жұмыста жүріп те, үйде де ойлана бастаса, осы баласын уайымдап қалатын. Өйтпегендеше, бұл тұңғышы және бір түйір ұл еді. Соңынан 2 қыз ерген. Оларда өз сыңарларын тауып үйлі ұлды қызды. Ал енді осы ұлы қанша сыр тартса да ашылып ештеңе айтпай қойды. Жалғыз отырса, үнсіз, өзімен өзі ойға шомып көзі бақырайып жатып алатын. Мұндайда басқа біреу қасына келіп, жөн сұраса тіптен жақтырмай қалатын. Бүктісіп одан сайын жабылып қалады. Шеше байғұс көндіре алмаған соң психологты үйге шақырған. Асқар сөйлесуден, әңгімемді біреуге айтудан аулақпын. Маған ешкімнің көмегі керек емес. Мен қаламаймын деп ашуланып қалды. Осылай сарсылып, әке шешесі түсінбей жүргенмен, бұл өз өмірінің өткендерімен ойындағысының бәрі араласып, басын ішіне тығып, өз жанын өзі жеп, сол жан азабымен өз сорпасымен өзі қайнап, бұқтырылып жататын. Бірақ оны желіктіргенде, осы күйге түсіріп тырнақшаның ішінде жетістіргенде, сол жастық шағында бірге жүрген ортасы еді. Әлбетте өзің дұрыс адам болам десең, өз қолыңда, ортаңда да жақсы іс-әрекеттерің мен әдеттеріңді реттесең, бүкіл өміріңді ауыстыра аласың дейді ғой. Бірақ кезінде жастықтың желігінде жүріп, мұндай ойлардан ада болған еді. Сөйтіп осы кездегі өміріне мені қарғыс атқан, күнәһар болған соң, Құдай мені осылай жазалауда деп миына құйып алған еді. Осылайша көрпенің астында бүктісіп жатып, баяғы бұлардың бала кезіндегі әкесінің кешкі ас ішіп болып, кітап немесе газет оқып беретін әдетімен бір әңгімені оқығаны есіне түсті. Ол кездері бала болды ма, толықтай мән бермеді ме расымен, кімнің шығармасы екен, тіптен әңгіменің тақырыбын да білмейді. Тек мазмұнынан есінде қалғаны бұрынғы заманды суреттеген әңгіме болатын. Жаугершілік заман бекен, әйтеуір бір қоста ел көшіп кеткен жерде бір жігітпен жап-жас қыз қалып қояды. Екеуі бірін-бірі паналап сол қоста қонып қалады. Сонда жігіт қызға аңсары ауған сайын ортаға жағып қойған отқа атып шығып, саусақтарының ұшын тигізіп, күйдіріп, өзінен өзі бебеу қағады екен. Ондағы ойы қазіргі бір қызығыңды ойлама, ертең о дүниеде осы күнәң үшін тозақ отына жанасың. Сол кезде жаның осылай ышқынады деп, саусағын отқа басып, өзінің нәпсісін басып отырған екен. Таң ата екеуі бірігіп көшкен елдің соңына шығыпты. Көп қиындық көреді, бірақ аман есен жетіптіміз деп аяқталатын. Ал енді қараш, өзінің қиындығын шешуге келгенде бүк түсіп жатып ала береді. Осылайша өз өміріне көз жүгіртті. Мұның бала кезінде әкесі саудамен айналысты, шешесі есепші қызметінде болды. Ұлы мен 2 қызды қосқанда бір отбасында 5 адам ештемеден тарлық көрмеді. Асқар 5 алса қалтаға ақша түсті. Саусағын ұшын тигізіп үйдің түрлігін жасаса, сыйлық алды. Достары да көп болған еді. Олардың қазір бірен-сараны бар ма жоқ па, оны бір Құдай біледі. Бәрі сол достарының көптігінен басталып еді-ау. Күндіз универде болады, кеш болса бірінен соң бірі хабарласып үйде отырғызбайтын. Сол кездегі жақсы деген сауық сайран орны осылардікі. Ащы судан да ұрттап қойып, әкесінен тайсақтап үйіне тығылып кірген кездерде болған. Оқуын бітіргенде әкесі астына машина мінгізді. Не керек жастық албырт шағы алаңсыз өтіп жатты. Әттең сол бір түн мұның өмірін өзгертіп жіберген еді. Жүрегі аузына тығылып қорыққанын, дос сымақтарының алдарына қаратпай ол жерден қалай алып шыққанын, аяғы ауыр келіншектің қансырап жатқаны мен көзіндегі қорқынышы жаны ұшырып айқайлап қиналып жатқан бәрі көз алдына келеді.
қырсық шалған сол түні кафеде отырды. Достарының бірінің туылған күнін атап өтті. Басында мен рөлдемін деп ішпей отырған, бірақ кеу-кеулеп, жақын маңда жүрміз ғой, өзіміздің район ғой, екі аттасаң үйіңе жетесің, алып қой мен бірер стаканнан бастап әрі қарай сілтеп те жіберді. Не керек, әншілер, бишілер жалдап, олармен елере билеп, ақтер көктер боп шулап, одан тағы отырып, кафе жабыларға бірақ шыққан. Жақын жердеміз ғой дескен достар, мені апарып тасташ, мені жолай лақтыра кетші деп машинасына отырды. Қауқылдасып, қарқылдасып жүріп, машинаның тізгінінде мас күйінде газды басыңқырап, негізгі жолға түсетін көшеге шыққаны сол еді. Көшенің жарықтарымен шағылысты ма, әлде мастықпен көзі бұлдырады ма, өзі де байқамай қалды. Жаяу жүргінші жолағынан адамның сұлбасы байқалғандай болды. Машинаның тежегішін басып еді, үлгірмеді. Солқ етіп соғылып, топ етіп құлаған адамды байқады. Машинаны жолдың қарсы бетіне қарай шығып тоқтатып қана үлгірді. Өйтпегенде мыжып өтермеді. Барлығы әлгі құлаған адамға қарап қалыпты. Біреу тоқтама, кеттік, неге тұрсың, сен массың деді. Біреу жедел жәрдем шақырайық та деді. Асқар есінен танып, лездемде не істерін білмегендей адырап отыра берді. Бір кезде ыңырсып, әлгі құлаған адам қозғала бастады. Есін жиған болу керек. Ай тірі ғой, біз қатты соқпадық, көрейік, жүр деп барлығы тапырақтай машинадан түсіп, соған қарай жүгірді. Үлкен жолға шығуға 200 метрдей ғана қалған қалтарыс көшеден бұлардың таң атарға жақын уақытта ешкім байқамай да жатты. Қасына жүгіріп барған бойда жаймен еңкейіп қарап еді, жас келіншек екен. Оның аяғы ауыр екенін енді байқады. Қап, деді Асқар, жедел жәрдем тез шақырыңдаршы. Келіншек ыңырсып, ішін ұстап жылай бастады. Үстіндегі ұзын етекті көйлегі жиырылып, қан кетіп жатқаны байқалды. Аяқ қолы бүтін сияқты. Асқар оны көтеріп алып өз машинасына салды да жақын жердегі ауруханаға алып барды. Әкесіне амал жоқ, болған жайды ескертті. Таң атқанша ауруханада болды. Келіншек түске таман есін жиды. Баласынан айырылып қатты қайғырды. Келіншектің қайнапасының үйі бір көше әріректе тұрады екен. Әлі уақыты болса да толғағы ұстағандай болған соң, біріншісі болғаннан кейін не істерін білмей қорқып, қайнапасының үйіне жетіп алғысы келіпті. Жолдасы болса вахталық жұмыста, күйеуінің де отпускке шығып, үйіне қайтуына бір-ақ апта уақыт қалған екен. Келіншегінің босанар кезеңіне келіп үлгерем деп асығып жүрген екен. Енді міне бұлардың мастығы келіншектің баласынан айыруына себеп болды. Әкесі Асқарды ертіп алып, отбасынан кешірім сұрауға барып жүрді. Асқар кірерге тесік таппады. Барлығының көздері мұны жек көріп, атып жіберердей. Ләммим деуге беті жоқ. Әкесі ауруханада да, үйіне де бірнеше конверттер жіберген. Өйткені күйеуі де баласынан айырылған анада кешірім бермейміз, соттаймыз, жазасын тартсын деп қасарысқан. Содан әкенің де беті қайтпай, полицияға арыз түсіртпей, баласын әбден қорғап, басы жерге тигенше кешірім сұрап, барлық сөзін тауысып, енді амалым жоқ дегенде, жас отбасы бұларға кешірім беретінін, бірақ біраз ақша өндіріп алғысы келетінін айтты. Ол аз ақша емес еді. Әкесі бірден келісті. Енді ғана кәсібін дөңгелетіп, бір жаңа жобаға инвестиция құямын деп жүрген, ол ақшаның біраз бөлігін келіншектің қолына ұстатып, алғысын жаудырып шықты. Анасы баласының бас бостандығына шүкір деді. Ал әкесі болса баласына қатуланып алды. Машинасын айдатпай қойды. Достарына жекіп, үйіне келсе жақтырмады. Мұның жұмысқа орналасуына қараспады да. Өзің жұмыс тауып ал, менен тек тамағың, жатар орның, басқасына бүгіннен бастап өзің басыңды ауырт. Мен саған енді сеніп, ештемеде тапсыра алмаймын. Сенің ішіп, ләйліп жүретін жеңіл желпіні жақсы көретініңді бұрын қалай байқамағанмын. Сен менің үмітімді ақтамадың. Адам болсаң, ол күнді көре жатармын. Ал қазір барда жұмыс ізде, деп қатқылда сұрланып сөйлеп үйден шығып кетті. Баласы экономика және финанс факультетін бітірген. Қай жақтан жұмыс іздерін, неден бастарын білмеді. Бірер банкке барып еді, резюмесін алып қалған күй ешкім хабарласпады. Салы суға кетіп оқуын енді ғана бітірген бала үйінен де шықпай, ас суда батпай, дәл осы кездегідей жатып алды. Оған шешесі қосыла уайымдап, одан қалды әкесінің миын аштып, жалғыз ұлға сонша не шүйлігіп, не көрінді? Екеуің жауласып алғандай, өзінің қолынан әлі ештеме келмейді ғой. Тамыр танысыңды салып, қызметке орналастырсаң болмай ма? Өзінен кейін оқығандар жұмыс тауып алыпты. Балаңды алаңсыз тұқыртып жібердің ғой. Я тамақ ішпейді, я дұрыстап адаммен сөйлесуден қалды. Сен осы баланы ауырығып тындырайын деп пең, деп демін бір алып тағы да сөйлейін деп жатыр еді. Әкесі столдың үстін үлкен жұдырығымен қойып қалды. Үстел үстінде тұрған бокалдар, тағы басқа ыдыстар шаңқ етіп барып тоқтады. Анасы отырған жерінен ұшып тұрды. Енді болмаса келесі соққы өзіне тиетіндей шошып кеткен.
Мына бөлмеде жатқан Асқар да атып тұрды. Әкесі өршелене сөйлеп кетті. Мен тамыр таныстарымды салып, оны соттан алып қалдым. Ақшамды шаштым. Енді ешкімнің алдына баруға бетім жоқ. Естисің бе? Бетім жоқ. Өсірдім, оқыттым. Ол да сенің де менің де қадірімізді білмейтін бозөкпе болды. Тым құрыса қара жұмыс жасасын. Неге намыстанады? Машина жусын, базарға барсын. Онда да істеймін деген адамға жұмыс табылады. Жоқ, оған жылы жер, жұмсақ орындық керек. Оның енді ұят оянып, намыстанып, қара жұмыс жасағысы келмейді екен, Ал мен кезінде еш нәрседен тартынған жоқпын. Ашпын демедім, қыдырмадым демедім, жұмысым жоқ демедім. Кімнен жақсылық көрем, сонымен сыйластым. Сонда менің тәрбиемнен бір мысқал болса да пайдасы болмағаны ма? Әрі қарай Асқар әңгімені тыңдап отыра алмады. Атып далаға қалай шығып кеткенін де білмейді. Есігінің алдындағы үлкен талдың астында отырып, көзіне жас алды. Еркек болып жылама дейтін еді. Әкесінің қатқыл болып кеткені, мұны жек көріп дымға тұрғысыз еткені жанына қатты батты. Көзінің жасын тез-тез сүртті да, не істеймін, енді не істеймін, не істеймін деген сұрақты өзіне бірнеше рет қойды. Ойына іліп аларлық ештеме келе қоймады. Қайтадан өз-өзіне сұрақ қойды. Әкесі мұның мәселесін шешіп берді. Ол болмағанда, оның ақшасымен таныстары болмағанда, бұл қазір түрмедегілерден қандай құқай көретін еді? Кімдерге кезігер еді? Бұл жақтағы өмірі одан әлде қайда жақсы ма? Әлде әке шешенің алдында абыройдан жұрдай боп, күнде сөз естіп, мұндайды көргенше сотталып кету керек пе еді? Басы солқылдап кетті. Құдай сақтасын, не айтып отырым? Мен ондай жерде күнімді көре алмаймын деп бойын қорқыныш биледі. Әкесі қатал болғанмен ақылды адам еді. Оқуға түсерде, бұл сенің өміріңдегі қызықта қиын уақыттың бірі. Жігіттің басынан не өтпейді? Қиындыққа ұшырай қалсаң, қай жерден басталды, сол жерге бар. Оны шешетін кімдер? Солардың жанында бол деп еді. Басынан өткен қиындықтары сессия кезіндегі қиналыстар деп ойлайтын. Сосын жігіттермен соқтығысып, төбелесіп алатын кездер мекен, қиындық деген дейтін еді. Бірақ олар осы жолғы адам қағып оның баласын өлтіруіне себепкер болғаны, сотталып кете жаздағанын ойласа қатты күйзелгені расымен де басына түскен қиындық екен. Ал мұны шешкен әкем. Қайтадан әкеме барайын, қиылып кешірім сұрайын, жұмыс тауып берсе, дұрыстап жүретінін, енді бұлардың отбасының абыройына кір келтірмейтінін айтайын деген шешімге келіп, өзіне сенімсіздеу болса да, әкесі бетіне түкіріп жіберсе де, осы ойын айтуды әбден жөн көрді. Ол қайтадан үйіне кірді. Дайындалған ас ішусіз қалыпты. Жаймен әке шешесінің бөлмесіне қарады. Анасы байғұс теріс қарап жатыр. Екеуі біраз жерге барып ұрысқан сияқты. Әкесіне ренжіп қалса, анасы осылай жатып алатын. Ашуы басылған соң қайтадан тірлігін жасап жүре беретін. Әкесінің жұмыс бөлмесіне кірді. Ол темекі шекпейтін. Ал қазір темекіні будақтатып үйдің ішінде бұлай отырғаны баласына өрескел көрінді. Есіктің ашылғанын байқап, әкесі бұл жаққа бұрылып иегінің астымен қарады. Асқар: "Пап, сөйлесейін деп едім, мен тыңдай аласыз ба? Мен өзім де қатты қысылып жүрмін. Енді тек дұрыс жолмен жүруге уәде берем. Мен жұмысқа тұруыма көмектесіңізші. Өзім біраз жерге барып көрдім, орын жоқ, мені еш жер шақырмады. Қарапайым демеймін, неден болса да бастаймын. Сізге жағдай айтпасам, менің басқа баратын жерім жоқ сияқты." Әкесі «Уф» деп темекінің түтінін бір-бір құратып үрледі де, қолындағысын езгілеп сындырып вазаға шертіп жіберді. Баласына шұқшия қарап, бір нәрседен үміт көргендей ойлана қадалды. "Жұмыс іздеп қай жерлерді араладың? Резюмеңді қалай жаздың? Қарапайымнан бастаймын дейсің бе? Сонда нені қалайсың?" деп сұрақтың астын алды. "Онсыз да ең қарапайымнан бастайсың. Ертең бізде жаңа офис ашылады. Сол жаққа кел. Әзірге іс қағаздарды қарап үйренесің. Сосын компьютер программаларын жақсырақ меңгеру керексің. Біз сондай жастарды іздеп жатырмыз. Қажет болса қосымша оқып ал. Ал қазір шыға тұр. Менің бір шаруаларды ойлануым керек", деді қайта қатуланып. Асқар шықты да ас бөлмеге қайтадан барды. Шәйді ысытып, дастарханның үстіндегі астан жеп алды да сыртқа таза ауаға қайта шығып кетті. Бұл үйге оралғанда әкесі мен анасы екі қарындасы тамақ ішіп отырды. Жүздері қуанышты сияқты. Анасы баласына қарай жүгіріп кеп: "Жаным-ау, құтты болсын, жұмысқа орналасатын болыпсың, сәттілік", деді. Асқа шақырып еді, "Ішіп алдым, ертеңге дайындалам", деп бөлмесіне кіріп кетті. Осылайша әкесінің жанында жұмыс істеп, біраз тәжірибе жасап, бірнеше жылдарды алаңсыз тағы да өткізіп жатты. Өз бөлімінде Жәния деген қызға ғашықта болып, екеуі бас қосқан. Бірақ міне, арада тағы 3-4 жылдар өтті. Бастапқыда жассыңдар ғой, өздерің баласыңдар, әлі-ақ бөпелі боласыңдар деп жұрттар алдарқататындай еді. Қазір қарап отырса, кіші екі қарындасы да күйеуге шығып отбасылы, үлкен қарындасының 2 ұлы бар, кіші қарындасының аяғы ауыр, әзірге перзентті бола алмай жүрген өздері. Асқар шындап ойлана бастады. Келіншегі соңғы уақыттарда бірге қаралайық, бірге емделейік деген сөздерді көп айтып кетіп еді. Жұмыс басты болып жүріп онша мән бермепті. Енді міне, келіссем бе екен, не болып жатыр?
менен бір кінәрат болып тұрма деп уайымдан қарап қалды. Содан не керек, жанияның ана клиника мына клиника деген 2-3 жерге барып болды. Салы суға кеткені былай тұрсын, әбден соңғы жарты жылда үміт үзілгендей. Бұның ұрығы әлсіз, бірақ үмітіңді үзбеңіздер, Құдай берем десе кім білет, емді жалғастыра берейік деп біраз емделіп тағы жүрді. Сөйтіп жүргенде сол клиниканың есігінен шығып келе жатқанда бір келіншектің саңқайтып сөйлегеннен екеуі бірдей жалт қарасты. Бұлар қол ұстасып келе жатқан, тоқтаған күйі ауыздары ашылып, дәл бұларға қарап кекесімен сөз бастаған кім екенін танымай әлек. Мынаны қарай көр. Немене, мені ұмытып қалдың ба? 4 жылдан асты, бірақ мен сенің масайраған сүмелек түріңді ұмытқан жоқпын. Бай неменің баласы, мені жолда қағып кетіп, ақша беріп құтылып кеттің. Ал мен содан бері бала көтере алмай жүрмін. Айтпақшы, егер мына қатын әйелің болса, мен саған анығын айтып қояйын. Бұл да бала көтере алмайды. Мен баламнан айырылғаннан кейін өсіп қалған ішіндегісін жасанды толғақпен алдырып тастаған. Бұл қатын менің қасымда жатты. Мұның жатыры зақымданған, немесе тіптен жоғау. Өзі жүргенде бірнеше рет көргенмін. Сол кездері есіме түсіп, сорлы ем алып жүр ау деп аяп едім. Егер сенің қатының болса, Құдай сендерді жазалаған екен. Менің қарғысымды Құдай естіген екен. Сенің де балаң болмайды. Енді екеуміз тең болдық. Кезінде ақшадан қысылып кешірдім деп едім. Шынында кешірген жоқтығымын, кешірмеймін де, түсіндіңдер ма? Деп бұларға төніп айқай салды. Коридорға адамдар жиналып, күзетшісі келіп оларға далаға шығып кетуіне өтініш жасады. Асқар есеңгіреп қалды. Сыртқа шығып кетті. Онсыз да көп сөйлей қоймайтын Жания тіптен тілін жұтып қойғандай үндемеді. Әлгі әйел жылап клиникада қалып қойды. Үнсіз екеуі машинаға отырды. Асқар, сен менің басымнан өткен жағдайды білесің. Мен саған айтып бергем. Ол үшін әлі күнге дейін өкінетінімді айтқанмын. Ал енді сен айт, жаңаға әйел не деді? Қайсысы рас, қайсысы өтірік әңгіме? Асқар деп булығып жылап, өзін құшақтағысы келген келіншекті итеріп жіберді. Бәрін түгел айтып бер. Мен әйтпесе машинаны орнынан қозғамаймын. Әйелі жылап отырып бұрын жастықпен күйеуге тиіп кеткен, ол жеңілтек қыдырғыш адам болған, мас болса болды, мұны таяқтың астына алатын және ондай зұлымды жек көріп, баласында туғысы келмегендіктен осындай қадамға барғанын айтып зар жылады. Өзі бала көтере алмаған соң дәрігерлерге ақша беріп, анализ талдау нәтижелерінде күйеуінің ұрығы нашар дегенді айтқызуға мәжбүрлеген. Мұны мені тастап кетпесін, кейін сен шаршаған соң бала асырауға көндірем деп ойлап едім дегені сол еді. Асқар қолын көтеріп келіншегін салып қала жаздады. Өз-өзіне әрең келді. Мені шынымен де қарғыс атқан екен. Сені осындай ғып жолықтырған. Менің де күнәм шығар, сол бір түннің күнәсі шығар деп тістеніп қатып қалды. Тек әлгі әйел де клиникадан шығып, бұлардың машинасының жанынан өтіп бара жатқанын көргенде ғана есін жинап алғандай болды. Үйіне барған бойда әйелі заттарын жинай бастады. Шығарда, егер қал, кешіремін десең, жаныңда қаламын деді. Асқар басын шайқады. Неге бұлай жасағанын өзі де толық түсініп болмады. Бірақ әйелі өзі туралы ашып айтпағанын қоймай, мұны ұрықсыз деп талдау дайындатқанына қатты ашуланып тұрды. Ол балалы болғысы келді. Сол ойымен өзінің қарғыс атпаған адам екенін қатты білгісі келді ау. Әйел ертесіне келіп қалған дүниесін тиеп алып кетті. Әке шешесі ештеңе ұғып болатындай емес. Асқар тек әрі қарай бірге тұра алмаймыз, бізге араласпай-ақ қойыңыздар және оны қайтармаңыздар деді. Және өтініш жазып басқа көрші филиалға қызметін ауыстырып алды да, кейіннен тіптен бұлардың компаниясына жұмыстан шығып кетті. Ал Асқар қайтадан дел сал күйге түсті. Ол жұмысқа барып жүрсе де, үйінде болса да, баяғы қағып кеткен әйел көз алдына келе берді. Қарманып, іші бауырын ұстап қансыраған денесіне қарап, дірілдей жылаған сол жас келіншектің көздері мұның алдынан кетпей қойды. Артынша оның өзіне қарғыс жаудырып жатқан алба-жұлба түрі елестейтін. Осылайша 30-дан асқан баласының тағы бір күйзеліске түсіп алғаны әке мен шешесін де қосыла абыржыта бастады. Таныстары, мүмкін жары кеткеннен болар, басқа қыздармен таныстырайық деп еді, ешкіммен келіспеді. Танысса да әрі қарай құлшыныс танытпаған соң, бұл әрекеттерінен де зая болмады. Әрі ойланып, бері ойланып, әкесі шет елге жіберуге бел шешті. Тәжірибе алмасып, біліктілігіңді арттырасың. Саған жас кезіңде тағы бір жақсы мүмкіндік келіп тұр. Барғаның өзіңе жақсы. Мүмкін ол жақтан ойыңда, бойыңда сергіп, тәжірибеден де бөлек өмір көріп қайтарсың деген еді. Расында Асқар ол жақта 2 жылдай болды. Қазақстанға келіп мына көрген, үйренген, түйген нәрселерін әрі қарай дамытпаққа белін бекем буып келді. Әкесі расында көреген ғой, шет тілдерді меңгерем деп жүріп басындағы уайым қайғысын ойлауға мұрша болмады. Ол жақта Қазақстандағыдай көп тежелу жоқ, жоба дайындалады, ресурстар қарастырылады, жұмыс жолға қойылады. Үкіметтен ешкім ештеңе күтіп отырмайды.
тәжірибе мол, басы жұмыс жасаған адамға табыс көзі өзі көрініп тұрады деген осы екен-ау деп ойлайтын. Елге келіп жұмысын жалғастырды. Бір аптадай уақыт өткенде баяғы клиникада кездескен бұл машинасымен қағып кеткен әйелді көрді. Артынан жүріп келе жатқан, жүрісі біртүрлі аударылып төңкеріліп, аяғын алшаңдап зорға жүріп бара жатқандай, жаймен қатарласып, шынымен сол ма басқа біреу ма көргісі келді. Сол екенін көрді де, өзінен өзі жүрегі тулап қуанып кеткені, "О, тобай, бір әйелдің бақытынан айырдым ба деп едім, өзімді қоярға жер таппаушы едім" деп ойланып бола бергені сол еді. Жанына жақындап қалып қойған адамды көргісі келді ма, келіншекте тоқтап, артына бұрылып қарады. Асқар сасқанынан, құтты болсын, сені көріп қуанып қалдым" деді. Келіншекте, "Я, Құдай екен ғой, бізді тағы бір перзент көтеріп қуантып жатыр. Саған айтқан ауыр сөздерім үшін де кешір. Мына бойыма біткен бала мені де өзгертті. Жүрегімді жылытты, жанымды жібітті. Енді мен айналамның бәрі бақытты болса екен деп тілеймін. Құдай бәрімізге кешірімді болып, сұраған дұға тілектерімізді нәсіп етсе екен деймін. Сен де бақытты бол" деп әрі қарай кетіп қалды. Асқардың мойнынан бір ауыр жүк түскендей, сол бір түнгі күнәсі үшін қайта-қайта алдынан шыққан қиындықтың бәрін сол түнгі аяғы ауыр келіншекке көлікпен соғып, баласынан айырған үшін деп өзіне қасірет байлап алған еді. Енді міне басталып келе жатқан қыс мезгілінің таза ауасын терең деммен рахаттана жұтты. Отбасында ата-анасының да тілеуі орындалып, Асқар екінші рет шаңырақ құрды. Және бұл жолы көп күттірмей бірінші қызды болды, артынша бірінен кейін бірі 3 ұл дүниеге келді. Мына өмірдің тепе-теңдігін ұстап тұру үшін адамдардың ой таразысын қалыпта ұстап отыру қандай қиын десеңші. Өйткені біреу бай болса да, бар болса да баласы жоқ. Кейде бала бергеннің санасы жоқ. Баласы көп болса жағдайы жоқ. Біреу теңін таппайды, ал енді біреу өмір сүрудің ебін таппайды. Не керек? Көп адам өмірден қажып, шаршап өтеді. Сол ғұламалардың айтатын уақытпен санасу, жүрегіңді тыңдау, мейірімділік пен қайырымдылық жасау, ойыңды тазалау, өмірді дұрыс сүрудің кілті ғой расында. Осымен әңгімеміз тәмам. Соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін алғысым шексіз. Аудио әңгіме ұнаса каналға тіркеліп, лайк басайық ағайын.